Бательде шөптен жасалған 4 түрлі тазарту процеске арналған шайлар шықты. Біріншісі бауырды тазарту, екіншісі жүректің қан тамырларын тазартып беру, үшінші болғанда асқазан, ішек, ішкі құрылыстардың барлығын тазартып беруге арналған. Төртінші шай біздің жалпы ағзамызды улы заттардан тазартып беру мақсатында шығып отыр. Енді әрқайсысына қысқаша тоқталатын болсақ, бұл жерде жазба түрінше бәрі көрсетіліп тұр. Егер біздің дәм сезу процесіміз өзгеріп, қандай да бір жағдайда ағза улы затқа толы болған кезде біздің қан айналымынан тартып көптеген өзгеріс кіре бастайды екен. Сондықтан біз лимфа системаны тазарта отырып, осы өнімдерді таңертең кешке 2 мезгіл асу тамақтан 30 минут бұрын бұқтырып, өзіміздің күнделікті ішетін шайымыздың орнына қолданып отыратын болсақ, өте тамаша емдік әсерді алып шыдаймыз. Сондықтан ішкі құрылыс ағзаларыңыздан тартып, осы өнімдерді қолдана отырып, осы шайдың арқасында біз толыққанды 12 мүшемізге тазарту процесті бауырға, жүрек қан тамырларға, және де ішек, ішкі құрылыс, аш ішек, тоқ ішек, 12 ішек, тік ішек деген процестерға да тазарту процесті жүргізіп шыдаймыз. Өте жеңіл дайындалады. Әрі жаңағы асу тамақтан кейде бұрында қолданып отыруына болады екен. Күнделікті қолданып отырған дәрумендеріміз, біздің қолданып отырған тамақтарымыз біздің дәрімізге айланса, қашанда біз сау болады екенбіз.